осы ана жылы бір мынау түске Ақшұқырға барғанда бір неге нағашым үйіне бардым. Сосын ойбай, жеңешем жиен қыз келді, жиен қыз мынау жұмысқа киініп шығайын деп кетейін деп жатыр, шығайын деп жатыр екен. Сенің маңында деп жеңешем да жиен қыз дейді ғой ойлай. Жиен қыз келді деп, ай жиен қыз келді деп мына келінге сөйдеді. Сосын бұл киініп жатыр екен. Сосын жиен қыз келсе анадан айтпайсың ба деп бұл сөйдеді. Енді кетейін деп отыр ғой. Ойбай кете берсін жеңешем, тиме мен қазір кетем ғой ал. Жұмыстан қалмасын дедім. Сонан ойбай жиен қыз келгенде бірдеңе деп дабырлап бірдеңе деп сөйлеп жүр. Соны отырып мына жұмысқа кетіп қалды, мен шай ауыз тиіп кетіп қалдым. Соны неге барғанымды білмеймін, бірдеңеге бардым ертеректе. мектепте жұмыс күтпейді ғой уақытты. Иә. Жүре берсін дедім. Бұлар енді білмеймін, мына бұл бере керек деп біз әбден кішкене арамыз қашықтағасын келді ғой, енді басқа келіндер біледі ғой, мына келіндер сірә. Иә, тілекшіміз шырағым, бәріне де аман болсын, өссін, өнсін, көбейсін, көркейсін, жан-жағымыз Алла тағала. Нағашың кім, адам сұрағанда ұлың кім, нағашың кімді сұрайды ғой, сондайда арқа сүйір нағашымыз деп отырғанның өзі бізге үлкен дәреже. Жан-жақта тумалас көп емес. Баяғыда мамам деп енеміздің төркіні жоқ қой. Сонан әркімді бірі Ода Қосайдың қызы. Осы Иваштарға жақын. Соны төркіні іздеп отырады да. Сонда ішімізден айтуға қорқамыз ғой, айта алмаймыз ғой. Ішімізден ойлаймыз да, тардай кемпірге төркін не керек екен деп. Үлкейгенде керек екен, жасы уақытыңда адам да білмейсің. Жасың болады, қатарың болады, құрғың болады. Мына үлкейгенде төркін жақын жоқ, енді керек екен. Іздейміз, иә. Жасаратын болып тұр ғой адам, үлкейген сайын жасаратын болып тұр ғой. Жасаймай, көз көргендер, абысына жындардан да ешкім қалған жоқ. Жақын жоқтардан да енді міне балдар, інілеріміз, жан-жағымыз, келіндеріміз аман болсын енді. Бар ғой еті орны. Бірақ ондай ұрығы ата-анаңның үйі, шаңырағың, өскен көрің, шешеміздің өз 80-де отырып аяқтайды. Тілектестің шайын ішіп, тәрбиенің шайын ішіп, қайран төріме бар, тұраңдап, сарайым ашылып, арқайын келіп отырым деп бәз болып отырады. Тілектесің, жаңағында түскен келін ғой. Тілектестің қолынан шай ішем деп. Шай ішеді, сөйлеуге бар жатады. Нағашым бар, жеңешем де бар. Бір аптада 10 күнде. Сосын тәрбиеге барады. Кәке мәзбат дейді мына ауырымды. Үлкейгенде сонда бірін-бірі зейтін болып тұр. Білмейтін адам ғой. Жаймен отырып құлдығы бар, оның бар нағашының. Етікті етін деді ғой, иә айтады. Қожарайымды атам шебер етікші. Иә, Етікті кеді, иә. Етікті ет, мағында істейді. Ойына. Қамшы істейді ғой. Абекің нағашымен долы қасиет де бар, сөзі де бар. Ол қандай адам болды? Құлық әңгімесі де бар. Мен отам молда. Молда болды ма? Балап шетін. Балап шетті. Осы жетіске келгендердің бәрін сол біз атап Пішкен баласына ауырсынып кетпейді, пішет қоя береді. Оны жаңа әппақ құмалақ қойдың түйенің құмалағы бар ғой. Соны жаққызатта әппақ күн шығады бұлқылдаған. Соны жаққызатта құрттай күн себеді. Бала ойнап кетеді. Қол жеңіл болып тұр, аржанда. Атам бір күні ауырды. Содан доғдырға барды. Атырауға алып кетті, Атырауға. Жамын. Дәрігер қайнағанымыз бар шетінде. Атырау ғой, бөліп. Иә, Атырау. Алып барып, содан доғдырға аттып. Операция жасайтын болғанда. Сосын атам келгесін айта аламын, маған түсіп көрдім дейді. Бір үлкен апанға түскен екен. Сол апаннан ырысып шықтым дейді. Операция жасады ма? Болады екен деп, содан операция жасаттым. Операция жасатып шыққан ғой. Жақсы болған. Сосын ауылға алып келген. Ол жаңа ішке жайылып кеткен. Жаман ару екен. Оны атама айтпай ауылға алып келді ғой.
Ауылға алып кетесін. Мен бақтым атамды. Иә. Кемпір келіп, Жолдамайды ғой. күл алып отырып, өліпті алмайды қойды. Деп әңгіме айтты. Соған алып мен келсем атам. Сабақтан келсем менің сағатым. Неше сағат болады, қаяқ келіп біліп отырады. Сосын шайтан Рафиласын жолатпаш бұл жерге дейді. Рафила деген кім аты? Анау шайтанның аты дейді. Сол атамды бақтым сонда. Ой, мамам қоймай айтып отырсың. Шайтан деп қазалап Айтып қояды. Құдай береді. Құдай беріп отырған. Сол атамның батасы шығар қазағым. Дейді, мына менің бауырларым дейді, қожаны көрсетеді жаңағы. Осыдан айырма, осыларды біріктір. Құдай-ай. Деп сөйлей атам айтады. Мен саған ризамын, саған дейді. Сол риза болып кетті ғой. Көсеген көрсін деп батасын берді. Ой, Құдай-ай. Осыны ойлаймын да, сол атамның батасы шығар. Әрине. Қартайып жүргенім деп. Әлеке. Енді сол атам айтқанын орындаймын деп. Иә. Енді ожанда, қожанда бәрінде өзіне тартып. Ақбалалар қайда? Бір туған болып отыр ғой қазір. Оразған екі ақбала деп айтып қойған. Ақбала деп. Баяғы. Сол атамның батасы шығар деп. Иә, солай ғой. Үлкен кісінің батасы. Баян апам жаңағы неге Сансыбайға баратын болып, жаңағы шешеміз біледі, нағашыма білдіртпеген біразға шейін. Сосын артынан бір күні келді, 8 үй деген үй бар, сол атта жаңадан құрылыстан салынған. Біздің үйімізде жаңағы Жи деген бір әнестің үйі бар, қарама-қарсы есік. Сонан бір күні келіп, мына ан тұрған соған жаңағы алымды көріп отырып, қалай бір аяқ шай ішемін, алымның қасына отырып, қалай шай ішемін, алымға келіп. О, несі бар екен? Алымға келін болатын болыпты, адам алымға жақындай ма деп манағы. Нағашым. Көкірек бар ма? Көген ба? Иә. Сосын жаңағы бір күні сөйтіп айтып, мама айтып отыр. Қайдан білейін құрсын енді, өздерінің несі тағы деп, не қылдесін енді, іштеңе деген жоқ. Бір күні бірдеңені қолшықтап алып келді, бүйтіп. Ол тігін мәшін екен. Алдында баянға арнап алып берген екен, тігін мәшін. Содан манағы алымның көйлегін тіккенше, Акузаға өзіңнің көйлегіңді тіктіріп бейдеп, манағы тігін мәшінді біздің үйге әкелді. Сосын үйбай әбеке қойна қылғаның, не қыласың, балаға арнап алғаның қой, не қыласың, ұстамай-ақ қойайық деп, оны ауыз үйдегі бір біткен ненің үстіне бүйтіп жинатып қойды. Кеткенде апарып берді соны өзіне. Мана нағашым жаңағы алымның көйлегін тіккізгенше. Алым деген кім ол? Тіккізіп бейдеп, тігін мәшін. Барған үйі ма? Алым деген. Сөйтіп. Баян атын. Содан артынан кеткесін жаңағы мәшінді беріп жібердік қой енді. Жаңағы кие берсін. Оған баруына ризашылықпен